Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын қазақша пастаны дайындайтын боламыз. Достар, менің каналымнан осындай керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, астында тұрған подписация кнопкасын баса кетіңіздер. Ең алдымен осындай ұзынша келген макарондарымызды қайнап тұрған суға пісіріп алатын боламыз. Артынша осындай тауықтың төс етін алып, өздеріңіздің отбасыдағы мүшелеріңізге байланысты мөлшерін өздеріңіз көп немесе аз қоссаңыздар болады. Барлығын осындай кубик немесе соломка ретінде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап алатын боламыз. Келесі бізге осындай бір дана пиязымыз қажет. Пиязымызды да жақсылап майдалап турап аламыз. Сосын қызып тұрған майымызға осындай етімізді қуырып, қызарғанша артынша пиязымызды салып, біркелкі етіп қуырып алатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Қуырып болғаннан соң артынша 2 немесе 3 дана чесногымызды осылай үккіштен өткізіп, оны да бірге қуырып араластырып отырамыз. Артынша шым-шым тұзымызды да қосамыз. Қуырып болған соң артынша осында сливкиімізді қосатын боламыз. Менде 200 немесе 300 грамның арасында қостым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша осылай еттің биіктігін жауып тұру қажет болады. Осылай біркелкі етіп қайнап, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша аскөктерді қоссаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Жаңағы осы қайнап жатқан кезде сіздердің сливкилеріңіз қайнап азайған сәтте осылай біздің пастамызды қайнатып жатқан судан азғана мөлшерде қосып, тағы да бірнеше минутқа қайнатып алатын боламыз. Міне біздің етіміз дайын болды. Осылай кішкене жай отта қойып, біздің піскен спагетти макарондарымызды да осының үстінен салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл пастаның дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл пастамызға одан сайын дәм беру үшін аскөктерімізді де міндетті түрде қосамыз. Артынша осындай сырымызды үккіштен өткізіп, майдалап, бетін жауып 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Міне біздің қазақша пастамыз дайын болды. Енді тамағымызды ұсынсақ болады. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп, осылай ыдысымызға орналастырсақ өте әдемі көрінеді. Осындай қысқыштың көмегімен орап ыдысымызға салатын боламыз. Достар, егер де менің видеом ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын!